Сәлеметсіздер ме, қадірменді болашақ педагогтер. Сіздердің назарларыңызға цифрлы педагогика пәнінен STEM білім беру тақырыбын ұсынамын. Қарастырылатын мәселелер. STEM білім беру ерекшеліктері. STEM білім берудің артықшылықтары мен кемшіліктері. Ұсынылатын әдебиеттер. Негізгі әдебиет Бұзаубақова Клара Жайдарбекқызы, Амирова Амина Слямханқызы, Маковецкая Анастасия Андреевна. Цифрлы педагогика. Тараз, 2022 жыл. Цифрлы білім беру дегеніміз не? Және STEM білім беру дегеніміз не? STEM білім беру дегеніміз бір сөзбен жеткізе алсақ, дәстүрлі оқытылатын ғылымдарға заман ағымымен келген және келе беретін жаңалықтарды кіріктіріп оқыту. STEM балалардың жас кезінен бастап өнер мен ғылымға деген қызығушылығын және өмір бойы сүйіспеншілігін оятуға бағытталған білім беру пәні. STEM білім беруге ғылым, технология, инженерия, өнер және математика пәндері кіреді. Өйткені олардың барлығы шығармашылық үдерістерді қамтиды және ешқайсысы зерттеу кезінде бір ғана әдісті қолданбайды. STEM білім берудің мақсаты не болып табылады? STEM білім берудің мақсаты оқушыларға түсінікті пәндері арасында байланыс орнату. Дәстүрлі білімге тән практикалық міндеттерді шешудегі алшақтықты еңсеру. 21 ғасырда цифрлы білім беру, цифрлық технологиялардың өмірге келуіне байланысты 4К дағдылары қалыптасты. Коммуникация, кооперация, креативтілік және сыни ойлау. Коммуникация дегеніміз не? Цифрлы жас ұрпақ өрені коммуникациялық қарым-қатынасты жасай алуы керек. Кооперация топта жұмыс жасауды үйренуі керек. Креативтілік әрбір жұмысты шығармашылықпен орындауы қажет. Сыни ойлау, сындарлы ойлау жүзеге асырылады. STEM білім берудің ерекшеліктерін атап өтеміз. STEM мұғалімдерге 5 пәннің әрқайсысын қамтитын жобалық оқытуды пайдалануға мүмкіндік береді және барлық білім алушылар қатыса алатын және үлес қоса алатын инклюзивті оқу ортасын қалыптастыра алады. STEM білім беру оқытудың дәстүрлі үлгілерінен айырмашылығы STEM құрылымын пайдаланатын мұғалімдер, мысалы, модельдеу әдістері мен ғылыми математикалық ойлауда модельдеу үдерісі мен математика мен ғылым мазмұны арасындағы синергетиканы пайдалана отырып пәндерді біріктіре алады. STEM білім беру жүйесіне көркем шығармашылықты кіріктіру үшін қолданылатын негізгі оқыту әдісі жобалау әдісі болып табылады. Білім беруде STEM-ді қолданудың ғылыми техникалық бағыттылығы заманауи технологиялардың дамуына байланысты болады. STEM білім берудің мәні неде? STEM сыни ойды, зерттеушілік құзыреттіліктері мен топтағы жұмыс дағдыларын дамыту құралы ретінде бірнеше пән саласы кіретін жаңа білім беру технологиясы. STEM білім беру пәнаралық және қолданбалы тәсілдерді қолдануға, сондай-ақ барлық 5 пәнді бірыңғай оқыту сұлбасына кіріктіруге негізделеді. STEM білім берудің мақсаты білім алушылардың жоғары ұйымдасқан ойын дамыту мен алған білімдерін жаратыстану ғылымдары, технология, инженерия, математика және өнер сияқты пәндерде жобалық оқыту арқылы қолдануға мүмкіндік ашады. STEM білім берудің төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Білім беру үдерісінің жобалық нысаны бар. Білім алушыларды өздеріне жүктелген оқу міндеттерін бірлесіп шешу төңірегінде біріктіруді көздейді. Оқытудың пәнаралық сипаты орын алады. Оқу тапсырмалары бірнеше ғылыми бағыттар бойынша білім беру бір уақытта пайдалануы тиіс етіп құрымдалады. Оқу міндеттері практикалық сипатқа ие болады, ал соңғы нәтижелерді отбасы, сынып, мектеп, жоғары оқу орны, кәсіпорын және тағы да басқа пайдалануға мүмкіндік алады. Қолданбалы ғылыми зерттеулерде инженерлерді немесе сарапшыларды дайындау процесінде пәндік қамту басты маңызға ие болады. Ғылыми циклдің пәндері, озық технологиялар, инженерлік тәртіптің әртүрлі пәндері және тағы басқалар. Білім берудегі STEM тәсілін тұжырымдамалық, әдіснамалық және әдістемелік қамтамасыз етуді қарастырамыз.
Зерттеулерді ұйымдастыру, қолданыстағы тәжірибені талдау, жүйелеу және тұжырымдау. Пилоттық жобаларды немесе эксперименттік мектептерді құру. Онда жаңа әдістер сынақтан өткізіліп, әрі қарай тарату анимация бойынша ұсыныстар мен әдістер жасалынады. STEM саласына жастарды тарту деңгейін бағалау бағдарламаларын құру. Ұлттық және жергілікті бағдарламалардың тиімділігін бағалау әдістемесін жасау. Пәнаралық тәсілмен жұмыс жасайтын жаңа оқу пәндерін әзірлеу және тестілеуден өткізу. Әртүрлі субъектілер мен факторлар арасындағы қатынастарды дамытуға, оларды өзара нығайтуға, үйлестіруге бағытталған іс-шаралар жасалынуы тиіс. Мәселен, оқу орындары мен бастамалар арасында байланыс орнату қажет, және академиялық бизнес субъектілері білім алушыларға практикаға қатысуға және нақты жобалар бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік ашады. Мектептен университетке және одан әрі жұмыс орнына STEM процестерінде сабақтастықты құру. Осылайша STEM бағытын таңдауын қолданбалы мәнін арттырады және жеке траекторияны құрудың нақты арнасына жол ашылады. Жаңа әзірлемелер, үлгілер шоғырланған және оларды зерттеуге, қолдануға қолжетімді болатын алаңдар мен ресурстар құру, белсенді қарым-қатынас және тәжірибе алмасу. STEM білім беру үшін бастапқы кәсіби бағдарлану жұмысын жасау міндетті. Жазғы лагерлерге, мектептерге, форумдарға және басқа да іс-шараларға қатысу. Олардың аясында саланың дамуындағы жаңа бастамалар, жетістіктер мен перспективалар көрсетіледі. Барлық мүдделі адамдар үшін ақысыз қолжетімді мұражайлар, кітапханалар, галереялар және басқа да қоғамдық кеңістіктер негізінде STEM білім беру бағдарламаларын әзірлеу. STEM білім берудің тұжырымдамасы аясында қосымша білім берудің маңыздылығына тоқталамыз. Біріншіден, қазіргі білім беру процесі ресми және бейресми білімнің интеграциясымен сипатталады. Бұл білім мен дағдыларды алудың нақты орнына қарамастан білім алу процесінен оны тануға және бағалауға баса назар аударуды білдіреді. Бұл жалпы білім беру жүйесіндегі қосымша білімнің рөлін арттырады және олардың білім алу процесінде маңыздылығын теңестіреді. Екіншіден, STEM білім беруді жүзеге асырудың тағы да бір басты талабы әртүрлі мамандар мен нақты бизнес, сектор және өнеркәсіп, академиялық және кәсіптік білім алушылардың шығармашылық кеңістіктері мен интеграциялық алаңдарын белсенді пайдалану. Бұл қосымша білім беру аясында ғана мүмкін болмақ. Мұндай алаңдардың міндетті шарты қазіргі заманғы мектеп шеңберінде нақты тапсырыс берушілер бастамашылық еткен жобалармен бірлесіп жұмыс істеу болып табылады. Күтілетін нәтиже қандай? Күтілетін нәтиже оқушылардың функционалдық сауаттылықтары, олардың өмірлік және кәсіби перспективалары, өз күштеріне деген сенімділіктің болуы. STEM білім берудің үздік педагогтер мақсаты тек қана құзыретті жұмыс күшін тәрбиелеу ғана емес, сондай-ақ оқушылардың қатты және жұмсақ дағдыларды қалыптастыру қажеттілігін қанағаттандыра алуы. STEM білім берудің ең құнды аспектілерінің бірі бұл білім алушылардың жұмсақ дағдыларын үйренуге қалай ынталандыратындығы. STEM білім беру жаңа пәнаралық және жобалық оқыту тәсілін енгізу кезеңінде бірнеше пәнді кіріктіре отырып, бастауыш сынып оқушыларына зерттеушілік және ғылыми технологиялық әлеуетін күшейтуге, сондай-ақ сыни, инновациялық, шығармашылық ойын дамытуға, кез келген мәселелерді шешуге, коммуникация және командалық жұмыс дағдыларын дамытуға мүмкіндік ашады. STEM білім берудің төмендегідей артықшылықтарын атап өтеміз. Пәндер бойынша емес, тақырыптар бойынша кіріктіріп оқыту. Өз күшіне сенімді қалыптастыру. Жобаларға деген креативтілік және инновациялық тәсілдерді пайдалану. Сыни ойлау және мәселелерді шешу дағдыларын дамыту. Ғылыми техникалық білімін нақты өмірде қолдана алу. Белсенді коммуникация және топта командалық жұмыс жасай алуы.
әр баланың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, балалар әрекетінің түрлері арқылы техникалық қызметке уәжді дамыту. STEM негізгі білім беру бағдарламасының міндетті бөлігіне қосымша ретінде пайдалану. Техникалық пәндерге деген қызығушылықты дамыту. Ерте кәсіби бағдарлану. STEM білім берудің төмендегідей кемшіліктерін атап өтеміз. Коммуникациялық дағдыларын әлсіздігі. STEM-де формула, теңдеу, материалдар құрылымына қарай назар аударылады. Инженерлер негізінен STEM-ға назар аударатындықтан, олар өздерінің шығармашылық дағдыларын жоғалтып алуы мүмкін. Көптеген өнертабыстар мен жаңалықтар жоқ. Және жеткілікті түрде ақылға сыймайтын заттар негізінде ойлау басында пайда болады. Операциялық жүйелермен және техникамен жұмыс істеуге жақсы үйретілген мамандар өмірде қарапайым өмір мәселелерін шешуде қиналуы мүмкін. Мұғалімдердің айқын көрінетін нақты мамандандырылуы және оқушылар білімінің нәтижесі ретінде фрагменттің болуы. STEM білім беруге қойылатын негізгі талаптарды атап өтеміз. Талантты білім алушыларды іздеу, оларды қолдау, көмек көрсетудің тармақталған жүйесін құру. Ерекше дарынды балаларды анықтау үшін шығармашылық ортаны ұдайы дамыту. Талантты балаларға қолдау көрсету жүйесін дамыту. Физика-математика мектептері мен дарынды балаларға арналған мектептердің бар тәжірибесін тарату. Дарынды балалармен жұмыс экономикалық мақсатты дұрыс ұйымдастырылуы қажет. Оқушысы жоғары нәтижелерге жеткен мұғалімнің еңбегін маңызды төлемдермен ынталандыру. Педагогтарды моральдық және материалдық жағынан ынталандыру жүйесін енгізу қажет. Ең бастысы, мұғалім мамандығына талантты жастарды тарту қажет. Назар салатындағандарыңызға рахмет.